Ассалаумағалейкум, құрметті серіктестер. Біз әлі де жұмыстамыз. Жұмысымыз 6-та біту керек еді. 6-тан кейін қалдық. Қалу себебіміз, бір серіктесіміз жұмыстың уақытында шыға алмайды. Сол себептен қазір жұмыстың уақыты бітті. 6-та есігін жауып, қазір іште гибкий мрамор, шпон, жаңадан келген микроплинтус, мына угол, гибкий мрамор, осыларды қарайым деп осыған уақыт бөліп, мен де қалып жатырмын осы жерде. Сол себептен сіздер де жұмыстың уақытында шыға алмайтын болсаңыздар, егер маған алдын ала келісіп, осылай жұмыстан тыс уақыт, жұмыс біткен уақытта асықпай бір уақытты белгілеп, осы складқа келіп, қоймаға келіп, барлық товармен танысуға болады. Өйткені статусқа шықпай қалған товарлары бар, және де мына жерде стендтен көрген бір бөлек, ұзыннан көрген бір бөлек деген сияқты, мына жерде латундарымыз бар, багеттеріміз бар, клейіміз бар, бірнеше гибкий, шпон, көптеген товар бар. Перегородка бар, водный глад бар, галтеріміз бар, көптеген товар бар. Сол себептен сіздерде осылай сатушыңызды алып келуге болады. Сатушыңызды алып келіп, осы жерге көрсетіп, көзбен ұстатқызып, қалай сату керек, осы жерден барлық мағлұмат сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Және де жаңадан кәсіп ашам, осы кәсіпті мен қолға алам, азамат маған қайсы жақсы өтеді, қайсы шамалы өтеді, қалай бастасам екен дейтін болсаңыздар да, мен сіздерге қолдау көрсетемін, және қалай сату керек екенде толық ақпарат беретін боламын. Бізден бірге болыңыздар. Бізде Артек өзіміздің қазақстандық өнім, шетелден келмейді, қазақстандық өнім, германский технологиямен жасалады. Өзіміздің отандық өнімді қолдайық. Инстаграмға жазылып кетіңіздер, лайк басыңыздар, достарыңызға жіберіңіздер, және кәсіп ашып дамыңыздар. 2026 кәсіпті дамыту уақыты келді деп ойлаймын.